Bir mısırыңды жоғалтып алдық қой. Неге? Bilmiyorum, kaçıp кетті ма? Мына мысық тыныштық береді, жаман бұзық екен, еркек екен. Еркелетіп жүрсің ғой. Ben bak şey kavga ediyorsun üstüne dedim ama. Kolbay. Сіздер жоғалтып алған мысық ол тыныш жүреді, ұйықтап қалады, көп ұйықтайды. Мынау еркек пе ұрғашы ма? Ұрғашы. Мынау бұзық ұрғашы ма? Иә. Екеуі де ұрғашы, екеуі егіз болған. Білмеймін ғой, қайсы бола кетіп қалған білмеймін ғой. Ол шығып кеткен. Сосын сіздердің заборларыңыздан біреу қолын тығып мысықты суырып алғанда, қашып кеткен. Онымен кім алған білем уже. Кім алды оны? Бір қыз бар, анау ше. Ертең кейін алып кетесің ғой, алып қоясың ғой. Сымбатты айтсаңыздаршы, Сымбат алып қойсын. Білем ол да? Ал? Ол да біле ме, Сымбат біле ме? Кім алған? Білмеймін. Әйтеуір Сымбатқа айтсаңыздаршы, бір мысығымыз жоғалып, соны кім алған білесің бе деп сұрап көріңіздер. Білсең онда сол мысықты бізге әкеп берші деп айтсаңыздаршы, әкеп беретін шығар. Ол қарайтын адам жоқ қой. Жеңешең қарамаса, басқа ешкім қарамайды ғой. Мен жұмыстамын ғой, Аминок. Кез. Көсік несі бар, көсік? Я, кел. Көсік ол жатыр бөлмеде. Омарды ұрды ғой көсіге жаңа. Я, екеуі шыбын-ұрғышпен бір-біріне ұрып жүр ғой. Бақырып жылап отыр, Омарды аян өрді ма, Осман? Я. Үстін көгеріп тастапты Осман. Сенің бұзық па не böyle? Ақсын жемейді. Сенің менің. Абайлаңдар, мама есекке барман, итке шығып кетпеңдер. Көше шығып кетпеңдер. Canım. Әлі неға ит болғанды қойдық. Қарындарың аш емес пе әйтеуір? Тамақ ішіп жеп жатсыңдар ма? Ал? Қарындарың аш емес пе әйтеуір қызым? Жоқ. Сенің менің. Осы аптада білесің бе, 21-іне сен